тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Мен аптасына 3 рет видео түсіріп тұрамын. Кеттік. Бұл оқиғаны маған Арман айтып берген болатын. Және де ол өте жақын кезде болды. Мен өте қатты бай отбасыда емес, кедей отбасыда емес тұрдым. Мен саябақта серуендеп жүретінмін. Күнделік жазып, және де ол көрінді. Құбыжық шал. Және мен одан қатты қорықтым. Құрбыма айтқан едім, оның басынан күн өтіп кеткен, немесе есінен алжасқан, және ол саған қарамай тұр деді. Бірақ ол маған 100%-ға қарап тұрды. Мен одан қатты қорықтым, және де мен оны ешкімге айтпауға бел будым. Ол ғайып болып кетті, және де ол күн санап менің көзіме көріне бастады. Тіпті пәтерге бара жатқанда да. Және де ол өте жақындай түсе берді. Мен сәл-сәл қорқып жүрдім. Әрине, аяқ жағында өте қатты қорықтым. Ол әрдайым маған жақындап қарап жүретін. Ол неге қарайтынын соңғы кезде білмей де қалдым. Және де мен өте қатты осалдан өте қатты шошитынмын. Ол маған қара көзімен, ақ көзімен, қара денесімен қарайтын. Бір күні ол менің сыныбымда отырды. Соңғы партада, және де екі көзі менде болды. Мен өте қатты қорықтым. Мен және де метрода үйге қайтып келе жатқанда ол көрінді. Жақындады, мен өте қатты қорықтым. Бір күні ол менің комнатамда пайда болды. Және де мен өте қатты қорқыта бастадым. Және ол потолокты жарып жіберді. Және де ол маған өте қорқынышты күлкісімен қарайтын. Оның күлкісінен тіпті адам қатты шошитын. Мен анама айтып едім, ол сенің көзіңе елестеп жатыр деп айтатын. Мен әрине ол менің көзіме елестеген жоқ. Мен сол кезде өте қатты қорықтым. Анамды құшақтай салып қорқып отырдым. Анам маған қайырлы түн тілеп, светті өшіріп кетіп қалды. Және де ол пайда болды. Және де мен өте қатты есімді талып қалдым. Және есімді зорға жинадым. Ол шал менің көзіме көрінгенін де білдім. Бір кезде көзімді ашсам, бір дәрігер мен ата-анам тұр екен. Мен білдім не болғанын. Дәл сол жерден өте қатты қорықтым. Ол әлгі шал да менің көзіме қатты елестей берген жоқ. Және де елестей берді. Мен өте қатты қорқатынмын. Және менің қатерлі ісік пайда болды. Және ол жайлап кетіп бара жатыр. Әрине тез емес. Әрине 4-5 жылды зорға кетірдік. Кеткеннен соң біз қатты қуандық. Әлгі шал да менің көзіме көрінген жоқ. Көп көріне берген жоқ. Және де 1,5 жылда ол вообще жоқ болып кетті. Маған ешкім қарамайтын болды. Достар, лайк басып тіркеліп кетіңіздер.